Балам, Al. не ойлап отырсың? Осы құрт неден жасалады? Балам, бұл құрт жалпы сүт өніміне жатады. Түсіндің бе? Иә. Бұл құрт болғанға дейін көптеген процестерден өтеді. Мен саған осының ең алғашқы процесін көрсетемін. Түсіндің бе? Иә. Оның ең алғашқы процесі сиырдан сүтті сауып алу. Түсіндің бе? Иә. Енді сиыр сүт беру үшін сиырға жем шөп беруіміз керек. Оның тұратын жер таза болу керек. Білесің бе? Ал енді мен саған осының сүтті сиырдан сауып алып көрсетемін. Түсіндің бе? Қазір шай ішіп алайық. Шай ішіп болып, сиырға шығып, сиыр сауып аламыз. Маған көмектесесің бе? Иә. Кестік пе? Иә. Болды онда. Қазір сиыр қайта сауып көрсетемін, жарай ма? Иә? Ең бірінші жемді салып аламыз. Сосын бұзауды байлаймыз. Сосын емізуге апарамыз сиырды. Сосын сиырды еміземіз. Сосын дойканы қосамыз. Сосын дойканы сиырды сауамыз. Сүтті соңына дейін сауып аламыз. Әке екеуміз сиырды сүтін алып сауып алдық. Әкем ағам дойканы қалай саууды үйретті. Сосын сүтті сүзіп алдық. Сиырдан көп сүт алу үшін оны жаюға жібердік. Шөп көп жесе сүтті көп береді. Сауған сүтімізге жетім қозыларға бердік. Анашым болса сүтті сауғаннан, айраннан құрт жасап жатыр. Мен зерттеушінің жобасында құрттың қалай жасалатынын біліп алдым. Сіздер де біліп жүріңіздер.